Хромтауда миллиондаған тонна өнеркәсіптік қалдық құнды өнімге айналып жатыр. ERG Green компаниясы қордаланған хромды шлам қалдықтарын қайта өңдеп, пайдаға жаратуда. Былтыр іргесі қаланған нысан өңір өндірісін өркендетумен қатар екі бірдей мәселені шешіп отыр. Алғашқысы аймақтың экологиялық әл-ауқатын жақсарту болса, екіншісі ERG-дің ферроқорытпа зауыттарын құнды концентратпен қамтамасыз ету. Толығырақ Әсел Дүкенбаеваның бейнематериалында. Фабрика шлам қалдықтарын байытуға маманданған әлемдегі жалғыз кәсіпорын, баламасы жоқ. Қазір нысан Дөң тау-кен байыту комбинатының құрамында хромы бар өндірістік қалдықтарды қайта өңдеуде. ERG Green қайта өңдеу арқылы хром оксиді жоғары концентрат шығарады. Шламовые хвосты, исходное сырье, содержание поступает 23,5% оксида хрома. С этого материала, получается, мы доизвлекаем ценный компонент и готовую продукцию с содержанием 48,5%. Это уже отгрузка потребителю готовой продукции. Бұл концентрат Ақсу мен Ақтөбедегі ферроқорытпа зауыттарында қолданылады. Яғни жаңа технологиялар мен заманауи жабдықтардың арқасында кәсіпорынның қордаланған қалдықтары енді құнды өнімге айналуда. Бізде жоспар бойынша жобалық қуаттылықта жылына 1,7 миллион тонна шлам қалдықтарын өңдей отырып, қосымша 500 мың тоннадан астам концентрат өніммен ферроқорытпа зауыттарын қамтамасыз ету. Алынған концентрат өнімінің хром оксидінің массалық мөлшері 48,5% болып табылады. ERG Green жыл сайын жаңа және қордаланып қалған 1,5 миллион тоннадан астам қалдықтарды қайта өңдеуді мақсат етіп отыр. Болашақта ұзақ жылдар бойы жиналған 14,5 миллион тоннадан астам қалдықтық пайдаға жарату жоспары бар. Кәсіпорынның жұмысы толықтай автоматтандырылған. Қалдықтары гравитациялық байыту әдісімен өңделеді. Шикізаттың бұл түрінен хром оксидін алу әдісі әлемде бірінші рет қолданылуда. Всего по Донскому ГОКу отработано порядка 25 карьеров. Всего добыто более 210 миллионов тонн руды. С крышей произвели 500 миллионов кубов. На всех месторождениях открытым способом. Фабрика Дөң тау-кен байыту комбинатының жиналып қалған қалдықтарын қайта өңдеу бойынша ERG-дің қолға алған ауқымды 4 жобасының бірі. Кәсіпорынға 96 миллиард теңге инвестиция салынған. Хромтау қаласында зауыт салу үшін Қазақстанның даму банкі нарықтық шарттармен 77,5 миллион доллар несие берген. Нәтижесінде 400 жаңа жұмыс орны құрылып, мемлекеттік қазынаға жылына 10 миллиард теңге салық түседі. ERG сделал ESG-повестку частью своей долгосрочной стратегии. Одни из первых в Казахстане, одни из первых в мире, кто начал все это активно внедрять. И Банк развития Казахстана, в свою очередь, также один из первых финансовых институтов в стране, кто также начал уделять пристальное внимание вопросам устойчивого развития. Поэтому наши устремления здесь совпали. Вторая большая причина, почему мы выбрали именно Банк развития, это наш давний стратегический партнер. Дөң тау-кен байыту комбинатында 8 мыңнан астам қызметкер жұмыс істейді. Қызметкерлер негізінен Хромтау қаласының және жақын маңдағы кенттердің тұрғындары. Оларға толық әлеуметтік жағдай қарастырылған. Оның ішінде медициналық қызмет, дене шынықтыру және сауықтыру кешені мен оқыту бар. Әсел Дүкенбаева, Әділжан Бердібеков, Атамекен бизнес.